Қайырлы күн оқушылар. География пәні мұғалімі Сүлейменова Гүлмира Анарбековна бүгінгі сабағымыздың тақырыбы заманауи картографиялық әдістер. Бүгін біз қазіргі дәуірде карта жасаудың қалай өзгергенін, тек қағаз карталармен емес, цифрлық технологиялар арқылы да жұмыс істеуді үйренеміз. Заманауи картографияда спутниктік суреттер, электронды карталар және арнайы бағдарламалар қолданылады. Сабақтың соңында сіз заманауи карталардың неліктен маңызды екенін және оларды қай салаларда қолдануға болатынын түсінесіз. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын шағын тренинг орындаймыз. Бұл жаттығу елдерді тап деп аталады. Экранда ұшақтардың бағыты көрсетілген. Сіздердің міндеттеріңіз ұшақ қай мемлекеттерге барғанын анықтау. Бұл тапсырма бізге кеңістікте бағдарлау қабілетімізді дамытуға және картамен жұмыс істеуге дайындалуға көмектеседі. Енді үй тапсырмасын тексереміз. Үйге сөз жұмбақ әдісі берілген болатын. Осы сөз жұмбақты шешу арқылы сіздер заманауи картографиялық әдістерді анықтадыңыздар. Бұл әдіс жаңа тақырыпқа кіріспе жасауға және негізгі ұғымдарды еске түсіруге бағытталған. Бұл слайдта адал азамат бағдарламасы аясындағы құндылықтарға тоқталамыз. Бүгінгі құндылығымыз еңбекқорлық және кәсіби біліктілік. Мұның айқын мысалы екінші ұстаз атанған ғалым Әл-Фараби. Ол мыңдаған бет ғылыми еңбек жазып, білім іздеуде тоқтаусыз еңбектенген. Философия, музыка, математика, логика, география сияқты ғылымдарды терең меңгерген. Бұл бізге мақсат қою, табандылықпен еңбек ету және үздіксіз білім алу арқылы қоғамға пайдалы тұлға болу керектігін көрсетеді. Енді жаңа сабаққа көшейік. Экрандағы суреттерге мұқият қараңыздар. Бұл суреттер сөйлейді әдісі. Суреттерге сүйене отырып, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын анықтауға тырысыңыздар. Суреттер бізге қандай ой салып тұр? Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы заманауи картографиялық әдістер. Ал енді ойланайық, бүгінгі сабақта қандай мақсат қоямыз? Яғни, біз нені үйренуіміз керек? Бұл сұрақтар сіздердің сабаққа деген белсенділіктеріңізді арттыру үшін қойылып отыр. Бүгінгі оқу мақсатымыз, яғни тақырыпқа сәйкес электронды картографиялық ресурстардың мүмкіндіктерін пайдалану. Сабақ соңында сіздер сандық карталарды оқи алуыңыз керек. Географиялық объектілер мен аумақтардың орналасуын анықтап, сандық және сапалық көрсеткіштерін сипаттап, талдау жүргізе алатын боласыздар. Қазір бейнеролик көреміз. Бейнероликтің тақырыбы заманауи картографиялық әдістер. Көру барысында мына сұрақтарға назар аударыңыздар. Заманауи картографиялық әдістердің артықшылығы қандай? Сандық карталардың қағаз карталардан айырмашылығы неде? Бейнеролик жиі мүмкіншілігін пайдаланып жасалған. Сандық картаның сипаттамасы. Сандық картада географиялық нысан координата жүйесінде бейнеленеді. Сандық топографиялық карталарды сипаттау кезінде міндетті түрде реттік нөмірі, метрикасы мен семантикасы, кеңістіктегі логикалық байланыстары көрсетіледі. Бұл картаның дәлдігін қамтамасыз етеді. Сандық картада әр түрлі ақпарат беріледі. Экран бетіне картаны шығарудың екі тәсілі бар. Растрлық, векторлық. Енді осы екеуінің айырмашылығын қарастырамыз. Растрлық тәсілде картографиялық ақпарат матрица, яғни пиксельдер түрінде беріледі. Бұл тәсілде негізгі көрсеткіш картографиялық бейненің түс коды. Бейне көптеген ұяшықтардан тұрады. Әдетте фотосуреттер осы тәсілмен жасалады. Векторлық тәсілде картографиялық ақпарат векторлық сызықтар мен геометриялық пішіндер арқылы беріледі. Бұл тәсілдің басты артықшылығы масштабты үлкейткенде немесе кішірейткенде сапасы өзгермейді. Сондықтан ол карта жасауда өте тиімді. Енді бірінші тапсырманы орындаймыз. Бұл жеке жұмыс. CalcMaps платформасын пайдаланып сандық карталар арқылы кестедегі ақпараттарға сүйене отырып зерттеу жүргізесіздер. Бұл тапсырма сіздердің практикалық дағдыларыңызды дамытады. Қазір сергіту сәті. Google Earth бағдарламасы арқылы виртуалды саяхат жасаймыз. Саяхат барысында координатасын, ұзындығын, ауданын анықтаймыз. Содан кейін үшінші тапсырма сәйкестендіру әдісін орындаймыз. Сабақ соңында кері байланыс 3 түйін әдісі арқылы ой бөлісеміз. Мен бүгін не білдім? Маған ең қызықтысы не болды? Маған қиындық тудырғаны не?